Табиғатты аяла жас экологтар форумына қатыса отырып, менің арманымдағы мектебім атты Green Oasis номинациясы жобалар байқауына мектеп ауласының ландшафттық дизайн жасадым. Әр ауылымыздың мектебі осындай әсемдікке толы болса, таза ауа, айнала ағаш, гүлдер, оны білім алушылар күтіп көркейту жұмыстары жүргізіліп, өз өмірімізді әсемдікке айналдырарымыз сөзсіз. Жұмыс жүргізу барысында қажетті құралдар жинақтай отырып, алдын ала көк өсіріліп жинақтау арқылы мектеп макетімен айналысына әртүрлі өсімдік түрлері мен гүлдер отырғызуды жобаладым. Бұл менің арманымдағы мектебім. Болашақ білім жолында осындай мектептер болатынына сеніммен қараймын. Табиғат сұлулығы бізден қамқорлықты қажет етеді. Ендеше, әлеміміз әсем болу үшін аялай білейік. Жер, жалпы табиғат, күллі атаулының қоныс мекені, алтын ұя, тал бесігі. Барша адамзат өкіліне ауа, су, жер ортақ. Сондықтан жердің қадірін, байлығын бағалай білу, жалпы табиғатты қорғау баршамыздың міндетіміз. Табиғат сұлулығынан, әдемілігінен, әсемдігінен бойына қуат, жүрегіне шуақ алып аса зор іңкәрлік сезімге бөленген және табиғат сұлулығының алдында бас иген. Халқымыздың мақтанышы болған ақын Мағжан Жұмабаев жырларында туған жерге деген ыстық сезім мен зор сүйіспеншілік айрықша айтылған. Табиғаттың басты байлығы жер. Жер біздің қазынамыз, байлығымыз, жер біздің алтын бесігіміз.